Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен меренге рулет пісіретін боламыз. Менің каналыма жазылып, қолдап тіркеліп кетсеңіздер. Осы меренге рулетіміз өте оңай рецепті. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге керегі таза ыдысымызға жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын бөліп аламыз. Ақ уызымызды миксермен баяу араластырып аламыз. Осылай көп тұру керек, ағарып. Кейіннен жаймендеп шекерімізді бөліп араластыратын боламыз. Бірден қосып араластыруға болмайды. Бөліп кейіннен осы лимонный кислота шым-шым сондай кукурузный крахмалды қосатын боламыз. Қосып, жақсылап араластырып аламыз. Тестамыз өз формасын жақсы ұстап тұру қажет. Төңкерген яқты болу керек. Енді осы тестамызды формаға бумадан төсеп, төртбұрыштағы барлық жеріне бірдей жапшып аламыз. Пакваның пергаментный бумагасын қолдануға кеңес беремін. Осылай 180 градуста беті осылай сарғайғанша пісіріп аламыз. Піскен тестамызды осылай ыстық күйінде алсаңыздар да болады, болмаса суырып алсаңыздар болады. Мен ыстық күйінде алдым. Енді біз крем дайындайтын боламыз. Салқын кремді таза тұзға құйып, миксермен баяу араластырып аламыз. Осылай қоюлана бастағанда сахарный пудрамызды қосамыз.